бір шаруа өлген шошқаны бос құдыққа тастай салады. Көп ұзамай, оны жеу үшін 70-80 егеу құйрық құдыққа секіріп түседі. Басында бәрі тамаша болады. Алдарында дайын ас тұрған соң, бәрі қарындарын тойдыруға кіріседі. Бірақ ас таусылған соң, олар құдықтың қабырғалары тым биік әрі тік екенін, ол жерден шығу мүмкін емес екенін түсінеді. Біртіндеп тамақ бітіп, аштық қысады. Сөйтіп әлгі керемет құдық енді нағыз тозаққа айналады. Енді тірі қалу үшін егеу құйрықтар бір-біріне тап береді. Олар бір-бірін өлтіріп, жей бастайды. Жарты ай өткенде құдықта тек бір ғана егеу құйрық тірі қалады. Оның көздері қанталап, қызарып кетеді. Сол сәтте шаруа құдыққа арқан тастап, оны сыртқа шығарып, егістікке қайта жібереді. Шаруаның оған жаны ашыды деп ойласаңыз, қатты қателесесіз. Шаруа бұл егеу құйрықтың енді өз тұқымын жеуге үйреніп кеткенін біледі. Енді ол астық жемейді. Ол тек басқа егеу құйрықтарды аулайтын болады. Қорытынды, жоғарыда отырғандар ешқашан өздері соғыспайды. Олар тек төмендегілер бір-бірімен қырылып, бірін-бірі жойып жіберетіндей жағдай жасайды. Адамдар өзара соғысқанда, пайданы әрқашан үшінші тарап, яғни жоғарыда отырғандар көреді.